Ассалаумағалейкум, Құнан ТВ каналының оқырмандары. Бүгін қаңтар айының 28-ші күні 2025 жыл Қызылорда қаласындағы мал базардағы жылқы, қой, сиыр бағаларымен таныс боласыздар. Жаңа шығарылымды жіберіп алмау үшін арнаға тіркеліп лайк басып достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Ал ендеше түсірілімді бастайық. 600 мың теңге деп тұр. Алттан 7-ге қарайды деп тұр. Бағасы миллион теңге мына жылқының. Мінекей миллион теңгеге жылқы сатылымға шықты. 8-ге шығады деп тұр мына айғырда. $800 мың сатылды. Жағы не үйір ұстаған ба? 3 жыл үйірде жүрген екен. Қай ауылдікі? Шиелі ауданының жылқысы екен. Ал мінекей. 9-ға шығады деп тұр. 900 мың теңге сатты мына жылқыға егесі. Алты жасар жылқы 700 мың теңге. Бұрын қайда эфирде жүр бұл? 600 мың теңге сатты. 5 жасар ма? Дүнен. 5-ке енді 2 айдан Нақыдан 530 мың теңге. Сиіміз мұнан. 450 мың теңге натай. Қанша деп атыр екен жылқыны? 650 мың теңге. 650 мың ба? Неше жасар? 5 жасар. 5 жасар? 705, 625. Құнан ТВ ма? Үйірге түскен ба? Үйірге түскен, үйірден салып. Көкпарлығы бар ма? Бәйге бәрі. Қыз қуу, алты бақа. 9 жасар, 700 мың теңге. Қанша? Бауырым? 900. Дөнен сатылымда шықты бүгін базардан. 1 миллион 200 мың теңге сұрап тұр егесі. Жүрісі мінекей. Неше жасар? 8-де. 8 дейді. 600-ге берем дейді егесі. Қазір апа міне жіберейін. Үйір ұстаған ба? 4 жыл үйірде жүрген. Көкпары бар ма? Көкпар шауы? Құнан айтылу 400 мың теңге деп тұр егесі. 350-ге берем. 350-ге келеді деп тұр. Қай жақтікі? Қармақшы ауданының жылқысы екен. Телефоныңды айтасың ба? 707 877 796 Иә. 48-11. Мінекей, егесі хабарласып көріңіздер. Ұрғаш ма еркек бар? Еркек бар ұрғаш ма? Еркек. 320 мың теңге сұрап тұр егесі. Қанша деп тұрсың? 460 мың теңге. Неше жасар? Тай ма? Ничего себе. 470 мың теңге деп тұр мына жылқы.
Неше жасар аға? Құнан, Құнан ба? Қаяқтікі, қай ауыл? абайдікі, Абай ауылының құнан екен. жорға. Жарға дейді. Ой, көкөм жоқ. 450 мың теңге деп тұр құнан. Қарағанды. Кешен алыпсың, мен сарын бағып жүргім Еркектай 280 мың теңге сатып тұр. Ұрғаштайлар ма? Ну, қаншадан? 200 да 180. 180-200. Ұрғаш. Тай, 230 мың теңге деп тұр. 200-ден ала беріңіз, қалаған. Оларын айтайын? Сұрай берсең шуға. А? Сұрай берсең. Айтайын? Ама кемі бар ғой. Маған тегін берсеңіз аламын. Екі жүз жетпіс мың теңге мына қарасы. Ар жағындағысы қанша? 250 мың теңге. Жаңа дарияның малдары. Қаншадан болады аға? Жаңа біреу тұрып, мен қасым. А? Қанша? 200. Ұрғаш ма? Қанша деп тұрсыз? Сколько? Қанша? 230 ба? Ұрғаш ма еркек па? Еркек екен. 230 мың теңге сатып тұр егесі. Ұрғаш мал дедіңіз, ә? Қанша? 230 ба? 200 мың теңге сатып тұр егесі. Қай ауылдікі? Қаландікі дейді местный. Тамаша. $500 мың теңге деп тұр. Ұрғаш малының бағасы. Айтылуы 230 мың теңге. Ұрғаш еркек. $360 мың теңге сатып алыпты ма сиырды. Дұрыстап байлап жүрсеңші, брат. Боққа тұрмай шыққан алтыге. Әуді қайқа өлеміз? Еркек мал 260 мың теңге. Ар жағындағысын қанша сатып тұр егесі? 300 мың теңге сатып. Нормально біз алысып кетеді. Күні бірде труба бар жақында көр. Қашар, ұрғаш. 220-дан сатылып жатыр. $240 мың теңге деп тұрмын сиырды. Неше туған мына сиырыңыз? Неше туған? Бірақ туған сиыр. Бірақ туған сиыр. Бірақ туған сиыр нема? Сүт неше литр беріп тұр жобасы? Бұл суалған ғой уже. Зау бөлек.
Бұл анау соткіге салатын ғой. Ұрғаш мал. Қанша? 220 дейді. Кемі бар дейді. Өзіңіз қойса. 450 мың теңге айтылу дейді. Мынау да сенікі ма? 400 мың теңге. Ұрғаш мал. Мал қанша? 250? 200. Осы екеуі ғой? Мыналардың егесі кім? Қанша кім? Екі жүз мың теңгеден болар 180 мың теңге. Қанша деп тұр саған? 270 мың теңге. Ұрғаш ма? Ұрғаш мал. Саудасы бар дейді. 350 мың теңге деп тұр мына сиыр. Айта бер бірақ бар деп. $130 мың теңге сұрап тұр егесі. Ұрғаш мал ау дейме? Еркек пе? Еркек. $250 мың теңге деп тұр саудасы бар дейді. Қай ауылдікі? Іңкәрдарияның малы екен. Ұрғаш ма? Еркек. Еркек деп тұр. 260 мың теңгенің бұқасы. Бұқа 230 мың теңге сұрап тұр егесі. Ұрғашы ма? 200 мың, е? 200 мың. Мынау қанша деп тұр? 130 мың теңге дейді. Достар, видеоның астына лайк басып, қолдап, арнаны қолдап кетіңіздер. Тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Қызылорда мал базары. Неше туылған о? 350 мың теңге. Ем қойған ғой. Еде бады ғой. 350. 3 туған ба, 4 туған ба? 4 туған. 4 туған ба? Сүт бере ма? Ем қойған, ем жек көрсетейін десек. Еркек 160 мың теңге. Ұрғаш ма еркек па? Қашар. 250 мың теңге деп тұр. Айтылуы. Саудасы бар дейді. Қанша деп тұр саған аны? Бұқан. 275 па? 260 па? Дәу қойда 80 мыңнан ба? 70 мың, 65 мың. Сойып беру жеткізу қызметтері бар қала ішінде. Телефонды айтасың ба? 8747
282 35 66. Есім кім? Тлюха. Тілеухан деген жігіт мінекей. Хабарласып көріңіздер. Барлық сөмкеде тоқтады. Tamam. Мінекей. Тамаша тоқты. Тоқтылар 45 мың теңге. Ya topla. Қанша? Қойлар? 55'ten var, 45'ten var. 45. 68 dedim ben. 60. Alar қайдан? Семіз қойлар. 70 мың теңге. Шықты бүгін базарда. Бағасы 70 мың теңге деп тұр егесі. Неге 220 мың теңге сатып алыпты жаңағы. 95 мың теңге. Осымен. Бұл қанша? 70 мың теңге дейді. Qancha bo'lyapti qo'ydi? Atılır bakan 55'ten var. 55 жоғары деп тұр қойды. 75. Ha? 75 başlar. 75 мың. O da olur. Мынау қошқар қанша? 75. 75 мың. Ешкілеріңіз қаншадан? 35-40. Егіз баласы var. 35-40 мың теңгеден. Savundu da. Семіз қошқар 140 мың теңге. Егесі. Шарт. Бүгін базарға. Ağaçlar kaça bu? Vay burada. Burada. Yem bergensiz zaten ya. Ne ana maşinan yegileri küçük siz ba? Қошқарлар. Әрқайсысы 150 мыңнан ғой сонда, Saudası var. 130-140 tane belirtisi. YouTube'dan Телефонды айтсаңызшы осы. 7 457 08 00. Хабарласыңыз. Sağ olsun. Саудасы бар деп тұр егесі. Мынау 85 е? Мынау 55. 55, 85. Қошқарлар. Алпыс 70 мың. 70. Жетпіс мың.
60 мыңға. Елу мың теңгеден. Ана қошқар қанша кішкентай? Бәрі 50 болып. Бәрі 50 ма? Осымен түсірілім соңына шейін жетті. Достар, лайк басып, арнаға тіркеліп қойыңыздар, жаңа шығарым жіберу үшін. Келесі түсірілімге шейін сау саламатта болайық.